Өздеріңіз көріп тұрсыздар, қолына балта ұстаған, беттерін тұмшалаған азаматтар жігіттерді аяусыз соққыға жығып жатыр. Енді сіздер не ойлайсыздар? Бұл азаматтар өздерін-өздері видеоға түсіреді. Беттерін тұмшалайды, біраз уақыттан кейін оны әлеуметтік желіге салады. Алмас мырза, бұлар не айтқысы келді? Қоғамға не көрсеткісі келді? Нені дәлелдегісі келді? Сіздің ойыңызша? Менің ойымша, енді самосуд былай қазіргі қарапайым түсінікте самосуд деп аталады ғой. Самосуд негізгі заң бойынша тыйым салынған нәрсе. Енді не айтқысы келіп тұр осы арқылы? Беттерін тұмшалап тұр. Жақсы. Баяғыда осы Мексиканың қорқынышты фильмдерінен ғана көретінбіз. Бізге де келді деген сөз ғой енді мынандай. Иә, самосуд қай уақытта болады вообще? Қоғамда самосуд болсын, рекет болсын, қай уақытта болады өзі? Мына мемлекеттік органдар дұрыс жұмыс істемегенде, полиция өзінің қызметін атқармағанда алады да орнына қоғамның ішінен мүшелері соның орнына, соның функциясын атқара бастайды. Ал самосуд деген қай уақытта болып тұр? Әсіресе наркотикка, синтетикалық наркотикка байланысты қай кезде болып тұр? Өйткені себебі жалпы халықтың, егер шынымен бұл закладчик болсын болмасын әңгіме онда емес. Ол әңгіме біз осы видео туралы емес. Айтып жатыр жаңағы жазалаушылар. Иә, осы видео болсын болмасын ол емес әңгіме. Осындай оқиға болып жатыр ғой өмірде. Біздің қазір қоғамда көбейіп жатыр. Енді самосуд қай уақытта болады? Демек, ол полицияға сенбейді. Демек, полицияға сенбейді. Полиция деген олардың түсінігімен айтайықшы. Кінәсіз адамның қалтасына наркотик салып жере береді. Ал мынау наркотик сатып отырып ұстап берсе, олар ақшасын беріп шығып кете береді. Сондықтан барады да адам, халық өзі ішінен өзінің адамдары, ішінде бұзықтары бар, халық болғаннан кейін ішінде бір тентек жүреді ғой. Бұзықтары бар, бұзық еместері бар, шығады да осылай самосудқа барады. Бұл негізгі қоғамға ғана емес, полицияға вызов. Бұл полицияға да, біздің қоғамға да вызов, яғни бұл осындай оқиға болып жатқандығын, бұл негізгі зерттеу, әлеуметтік зерттеу болсын, криминалдық зерттеу болсын, бұл кәдімгі аурудың симптомы. Біз соны тез уақытында тауып алып, себебін анықтап, емдемесек, ертең көбейіп кетеді, арты жақсылыққа бармайды. Мынау енді жаңа қарапайым тілмен ғана сұрақ қойдыңыз ғой. Бұл видеоның астарында не бар? Жалпы не айтқысы келді деген. Менің айтарым, бұл біздің қоғамға берілген дабыл, үлкен проблема синтетикалық есірткі. Алғаш сөз алған спикер енді айтып тұр ғой, мына жерде көп. Сіз енді біраз балалармен жұмыс істегенсіз. Бірақ сіздің бір ғана жеріңізбен ғана келіспеймін мен деген. Енді полиция тарапына сіз енді жұмыс істеліп жатқан жоқ деп, мен енді полиция тарапында көп жыл жұмыс істеген азамат ретінде және де соңғы ақпаратты осы мен ішкі істер министрлігінен жаңа ғана алып келіп отырмын. Бір ғана жылдың ішінде мәселен 24 лаборатория жабылып отыр. 1600-ден астам қылмыстық іс қозғалып отыр. Сіз сонда күнде бір жылдың ішінде мысалы 365 күн болатын болса, 1600-ден астам бір жылдың ішінде, яғни күннің өзіне 4-5, яғни полицияның бұл жерде нақты жұмыстары бар. Бірақ біз бұл жаңағы синтетикалық есірткіге келгенде тек қана полицияға таңа салуға болмайды. Бұл қоғамдық проблема болып отыр. Бұл жерде психологтар жұмыс істеу керек. Бұл жерде ата-аналардың мойнында көптеген жауапкершілік тұр. Әрқайсысының соңында полиция жүре алмайды ғой. Бұл жерде тәрбие жатыр. Яғни оларға жауапкершілік жатыр. Оларды қаншалықты біз бос уақытымен қоямыз. Осы мәселелердің бәрі пысықталу керек. Яғни қоғам болып біз осының бәріне қарсы тұрмайтын болсақ, бұл бізге берілген үлкен сигналдардың бірі. Кешіріңіз, сіздің ведомстволық мүддеңізді түсінемін. Бірақ полиция дұрыстап қаласа, шыбында күлденең ұшпайды. Сондықтан ана жерде түкіргеніміз үшін жазалайды, бірақ закладчиктер жазаламайды. Бұғалай? Демек, түптеп келгенде ең ақыр соңында бүкіл мемлекеттік органға бұның шыбықтың басы тиеді. Бірақ ең бірінші кезекте ішкі істер министрлігінен тиеді. Яғни, солар дұрыс жұмыс істесе, бұндай оқиға бола қоймас еді. Яғни, халықтың ішінен самосуд жасаушылар шықпас еді ондай болса. Шығып тұр ма? Демек, бұл қоғамның сіз айтқандай дабылы. Яғни, қоғам өз дабыл беріп жатыр. Мемлекеттік органдар сіздер жұмыс істемей жатсыңдар деп өз дабыл беріп жатыр. Дабылды біз уақытында алуымыз керек.